Didn't even ask me what I wanted. You made dumb assumptions. Clearly not your forte. Clearly don't be fucking. You've been fucking liars. Thought they J'aurais voulu te dire tout au fond de moi, ça aurait pu être pire. Seul loin de tes bras, je n'ai pas eu la chance de te retenir. Chaque fois j'y repense à nos souvenirs, mais tu m'as laissé seule dans l'oubli. Tu hantes mes pensées, mes jours, mes nuits, je veux tout effacer. 5시간가 медитация деп қойыппын. Одан кейін сырып сабақ оқу деп қойыппын. Но мен қазір благодарность жасағым келіп тұр. Шүкіршілік яғни. Бұл есімдер бұлақ болды. Бұны әпкем берген болатын. Paris, tout recommencer, m'échapper de mon ciel gris, ne plus y penser. Mais tu m'as. Енді менде қазір дүниежүзілік сабағын оқуға. Мен сабақ оқымағалы қанша болды осы. Өткен апта мен үшін сабақ оқымайтын сондай жалқау вик болды. Мен қазір осы 9-шы сыныптың кітабын оқып жүрмін. Және қазір видео сабақ қарап, сол бойынша кітап оқу керек болды. Tu m'as laissé seule dans l'oubli. Tu hantes mes pensées, mes jours, mes nuits. Так, что? Тетсерім, короче, арғарай. Достар, бізде қазір бұжы-бұжы жазамыз. Тәжірибе өте қатты шаршаймыз. Тышыт алғанда демалайын деп тұрмыз. Бомбырсыңдар ғой, тем более. Қашан келмесіңдер сендер? Ертең келмесіңдер ме? Бақ. Мен бақ төледі. Мен влогыма кіресін. Звезда. 81 подписчик болды. Ты же уже засунул, Сәлем достар, шәлейсіз. Бізде қазір қазақ тілі сабағы болып жатыр. Келе жазамын деп отырмын ғой шығар. Менің шашым қалай сіздерге? Екеуіне де үлгересің ғой. Үлгермейсің мына. Өзім шығарда ма? Өзің үлгересің. Сақау болады. Дәурен, жассыздар. Ей, жаным. Жында оларымыз. Жених. Kan sabah okudu. Ты ойнамайды правильно? Зизи, привет передай. Мындасың ба, отыр?
Біз быжы жазып жатырмыз. Еще стол жоқ. Сынып болып үйсіп отырмыз. Яқта бала жүр. Кім тістеді? Жия жалысты. Сұлу да әдемі көрген барлықтарыңызға сәлем достар. Бізде блог жалғасып жатыр. Қазір бізге график сабағында отырмыз. Бұл кітап диарның кітабы. iPhone 6 Айбар бізде болашақта хирург болады. Құдай қаласа. Бақдәулет. Бәріңе тағы да сәлем достар. Мен қазір кітап оқып отырмын. Дүниежүзі тарихы кітабын бүгін таңертең оқыған сабақтан кітабын оқып жатырмын. Енді сол бойынша өзіме түсінігін айтып, конспектімді қайтадан қайталап, одан кейін ағылшын пәнін оқитын боламын. Ағылшын пәнінен соң мүмкін тест алды қарайтын шығармын, себебі маған аптаға бір апта қалды. Сол үшін дайындалу керекпін. Бұлттар әдем болып тұр. Біз қазір атаның үйіне баратырмыз. Точнее, апаның. Дала күштеп тұр. Бұлттарды көрдіңіздер ме? Қаяққа баратсың? Жатам. Не деген істерін Құдайым-ай? Ата көңілім. Кім бірінші мамаға жетті? Жатса! Yotam şapkalınızı. Да! Достар, осымен менің блогым аяқталды. Особо еш нәрсе істеген жоқпын бүгін түкке. Қазір біз апаның үйінде болғандықтан уже түн болып кетті, сағат 9 болып жатыр. И біз үйге барғанша 10 болады, потом уже ұйықтайтын уақыт болады. И поэтому осыдан, если осы видео сіздерге ұнаса, лайк басып, комментарий жазып кетсеңіздер болады. Мен үшін ол өте күшті. Достар, негізінде мен өте күшті керемет контент түсірейін дегенмін, бірақ та олай болмады. Өкінішке орай бар видеоны тамашалаңыздар, сау болыңыздар.